Мынау біздің қобда міне. Су алып тұрған қобдамыз. Мен кешелі бері қобданың бір жағын бұлай су алып, бір жағын бұлай су алып деген міне. Қобданың артынан келіп. Лиман міне анан келіп қобда құйып жатыр. Осылай міне біздің қобда, қасиетті қобдамыз дәл ортасында қалып. Қаншама тұрғындар үйсіз күйсіз қалып жатыр. Алла тек сабыр берсін. Бұйырса міне кеште күн кәдімгідей аяз қатып, судың деңгейі түсіп жатыр. Ол да бір болса қуаныш. Мынау біздің міне ауылға шыға беріс. Негізі мына жердің бәрінде су болды да кеше. Болды ғой да? Мына жердің бәрінде су болды міне. Шоқылдаған су болды. Мына үйлердің бәрі келіп тұр. Қараңыздар, қай жеріне дейін келген міне. Орта белінен даже больше. Солай келіп айтып тоқтапты. Бір ана машинаны бұрында ұсақтан көрген жақты. Кеше ғой? Не да? Чес ғой да? Біз Пакистанцы бәрі суда қалып келсін. Бірақ Құдайға шүкір свет тоқтаған жоқ. Свет сөнген жоқ. Ол да бір Алланың свет сөніп, свет сөнген кезде не болады дедік,